Халық қайырымдылық қоры ұсынады. A really big one, twice the size. Көпіршіктердің көптеген қызықты қасиеттері бар. Оларды зерттеуді балалармен қызықты ойынға айналдыруға болады. Дүкенде сабын көпіршіктері қоспасын сатып алуға болады. Бірақ оны үйде жасау оңай. Сізге бар жоғы ыдыс-аяқ жуатын сапалы сұйықтық қажет. Оған аздап су қосыңыз. Және міне, сіз керемет көпіршіктерге ие боласыз. Субстанцияны одан да жақсырақ жасау үшін оған жергілікті дәріханада сатылатын глицеринді қосуға болады. Үйіңізде көпіршіктерге арналған таяқша болуы мүмкін, бірақ сіз оларды кез келген нәрседен жасай аласыз. Мәселен, мен ас үйде табылған қарапайым печенье пішінін немесе құбырларды тазартуға арналған деформацияланған сымды қолдандым. Көпіршікті жасаудың әртүрлі әдістермен тәжірибе жасау балаларды ойын барысында ғылыми ойлауға мәжбүрлеудің тамаша тәсілі саналады. Айтыңызшы, егер қатты үрлесеңіз не болады? Қалай ойлайсыз? Үлкен көлемді көпіршік пе? Шынымен де үлкен көпіршік болады деп ойлайсыз ба? Олай болса байқап көрейік. Қалың түтікше қолдансақ не болады деп ойлайсыз? Ойымыз бір жерден шықты сірә. Көрелік ендеше. Басқа түтікше алсақ, бірдеңе өзгереді деп ойлайсыз ба? Иә, біз бұл құбырларды тазартуға арналған сыммен жасауға тырысамыз. Сен соған ұқсас нәрсені жасай аласың ба? Тамаша. Вау! Осы бетіңнен тайма. Бұл керемет, жарайсың. Басқа пішінді пайдалансам, не болады деп ойлайсың? Мысалы мынаны. Менде қандай пішімді көпіршік шығады? Жұлдыз. Сен жұлдыз шығады деп ойлайсың ба? Тырысып көреміз бе? Көпіршікке қарашы. Бұл неге ұқсайды? Шеңбер. Қолды еске салатын пішімге не болады? Қалай ойлайсың? Ол да шеңбер пішімінде болады. Көреміз бе? Иә. Сіз әуе шарын үрлеген кезде оны қатты үрлеуіңіз керек. Әуе шарының ішіндегі ауаны сыртқа итеріп, шардың бетін созу қажет. Сіз шарды байлаған кезде, оның ішіндегі ауа сыртқа қысым көрсетуді жалғастырады. Ал беті керісінше, ішкі жағын басады. Бұл күштер бір-бірін теңестіреді және шарға пішім береді. Осындай процесс сіз сабынды көпіршікті үрлеген кезде орын алады. Бірақ резеңкенің орнына сіз ауаны қамтитын сабын ерітіндісінің жұқа қабырғасымен жұмыс жасайсыз. Сіздің көпіршігіңіз күлкілі пішімде пайда болуы мүмкін, бірақ сабынды үлдір әрдайым ішке тартылады. Ал ауа сыртқа итереді. Ақыр соңында сабын көпіршігі әрқашан шар пішімін алады. Өйткені ауаның сыртқы күші барлық бағытта сабын қабыршағының ішкі күшін дәл теңестіреді. Біз одан да үлкен көпіршік жасап көреміз бе? Иә. Осылайша, мен сіздерге шынында да үлкен көпіршікті көрсетемін. Жақсы ма? Қызықты ма? Шынымен де үлкен көпіршіктерді жасау үшін сіздер жай ғана пісіру табағын немесе тіпті киім ілгішті қолдана аласыздар. Бірақ менің бүгін жасайын деп жатқаным сіздерге жіп, 2 ағаш қасық және салмақты зат, мысалы кілтті пайдаланып, көпіршікке арналған үлкен таяқшаны қалай жасауға болатындығын көрсетеді. Біріншіден, сіз қажетті жіпті алып, одан ілмек жасаңыз және оны ағаш таяқшалардың біріне бекітіңіз. Келесі жасайтын қадамыңыз, салмақты зат ретінде әрекет ететін кілтті алып, жіп арқылы өткізіңіз. Шамамен 3-тен 1-не.
Үшбұрышты пішінді көпіршікті таяқшаны жасап көріңіздер. Осылайша, мен үшбұрыштың бір жағын жасадым. Келесі жасайтын әрекетіңіз жіппен екінші ағаш таяқшаны немесе қасықты алып, қайттан жіптен өткізу. Бұл жіптің 3-тен 2 бөлігін алады. Тағы бір түйін жасайық. Сонымен, сіздер жұмысты жалғастыра беріңіздер. Үшбұрыштың 2 жағы бар, және оны аяқтау уақыты келді. Жіптің қалған бөлігін алыңыздар, және ол басқа 2 жағы секілді өлшемде болуы керек. Мен көпіршіктерге арналған өзімнің таяқшамды аяқтау үшін оны қасыққа байлаймын. Ақыр соңында біз керемет үшбұрышқа ие болдық. Мен оны енді үлкен көпіршіктерді үрлеу үшін қолдана аламын. Сіз таяқшаны сабынды ертіндіге салып, оны алыңыз. Содан кейін оны ашыңыз және баяу кері қарай жылжыңыз. Ал көпіршік пайда болғанда жиектерді қайттан қосу керек. Біз Миша екеуміз бірнеше мәрте көпіршіктермен ойнадық. Бірақ бұл жолы оған сұрақтар қою арқылы, оның сабынды көпіршіктердің қасиетін зерттеуге қызықтыру, оларға өте жақыннан қарауға мүмкіндік беру арқылы, мен оған көп нәрсе үйреттім. Сіздер де дәл солай айтасыздар деп үміттенемін. Видео халық қайырымдылық қоры қолдауымен аударылып дыбысталған.